Сәлем достар, ақша табу каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ойын ойнап қалай ақша табу керегін көрсететін боламын. Және де бұның бәрі телефон арқылы істейміз. Егер де қолыңызда телефон болса, онда міндетті түрде сізді осыны істеп көре аласыз. Яғни сізге көбісі біледі, 2048 деген ойын бар. Соны разработчиктар бұны тек қана ойнамайсыз, осыны ойнап отырып, рекорд жасап, немесе уақытқа ойнап, сіз ақша таба аласыз. Ол үшін менюмызға кіреміз, мына жақта Google Play Marketке кіреміз, немесе сізде iPhone болса, App Store'a кіреміз де, және де бұл жақта біз 2048 Solve and Your Money деп жазамыз. Жазғаннан кейін осыны установить етеміз. Установить еткеннен кейін біз играть дегенді басамыз. Осы ойынға кіреміз. Кіргеннен кейін қазір сіздер мына алдарыңызда 4 вкладка, яғни 4 кнопка тұр. Бұның біріншісі бізде таблицаны басайық. Басқаннан кейін, егер де сіз өзіңіз бұл жақта рекордтарды жаңартып отырсаңыздар, бұл жақта апталық, күнделік рекордтар көрсетіліп тұрады таблицада. Міне бұл жақта, яғни рекорд жасаған адамдардың таблицасы тұрады. Егер де бірінші орынға шықсаңыз, сізге 0,5 цент береді. Егер де екінші орынға шықсаңыз 0,3, егер де үшінші орын болса 2 цент береді. И қалған адамдарға 1 центтен береді. Оның қалған адамы өзі бір 10 адам сияқты. Қазір сіздерге нақтысын айтамын. 10 адамға беріледі, ал қалғандарға ештеңе берілмейді. Бұл жақта 30 өте аз, бірақ енді қызық ретінде көрсеңіздер болады. Мына жақта ақша шығару, қазір сіздерге ойынды көрсетпестен бұрын сразу ақша шығарудың жолын көрсетіп кетейін. Бұл жерде сіз, яғни міне 1000 монета 0,1 центке тең. Пайыр бұл жақта пайырға шығара аласыздар, Coinsbanksке шығара аласыздар. И мына минимальный выводтар көрсетіліп тұр. Қараңыздар, 19 цент көрсетіліп тұр. Coinsbanksқа 19 цент, Perfect Moneyға $1, Amazon, PayPal, Binanceға $2.20 цент деп көрсетіліп тұр. Ол үшін сізге мына жаққа өзіңіз мысалы пайыр болса, пайырыңызды жазасыз, одан кейін мына жақта USDT-ның санын жазасыз и вывести дегенді басамыз. Ақша шығару жолын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді бұл жақтан қалай ақша табамыз? Және де айтпастан бұрын, сіздер егер де өз атыңызда рефералдар шақыратын болсаңыздар, сіздерге мына жақта монета беретін болады 20 мен 20 миллионның арасында. Артқа өтейік. Енді Play Now дегенді басамыз, енді ойын ойнауды көрсетейін. Ең бірінші бізге ойын ойнау үшін мына жақта 3 түрі бар, яғни екіншісін айтпай қойын, уақытқа ол бізге дым қатысы жоқ. Яғни бұл жақтан аз ақша табасыздар. Ең нормальный монета беретін жер бұл бірінші мен екінші, яғни 3 минут бұл жақта ойнайсыз. Қазір сәтте реклама көрсететін болады. Бұны біз скип ретінде жасап жүрсек болады негізі. Міне шықты. Трек. Нормально. Слишком көп реклама көрсетіп кетті. Мына қараңыздар, кіресіздер, кіргеннен кейін контейнер деген басамыз, и бұл жақта біз 2-3 минут ойнау керекпіз. 3 минут ойнау керекпіз. 3 минут ойнап болғаннан кейін бізге вознаграждение беретін болады. Қалай ойнаймыз десеңіздер, мысалы осылай сіздер очко жинау керексіздер. Яғни 16 қосын 38, өйстіп сіз 2048-ге жету керексіз. Бұл жақта негізі вообще ойнамасаңыздар да болады, просто счетчик жүріп отырады, и сіз соған монета алатын боласыздар. Жоғар жақта менде 1635 монета деп тұр, 1000 монетамыз айтып кеткенде 1 цент. Яғни бұны толықтай отырып күтпей қойық, сіздер болғаннан кейін счетчик біткеннен сіздерге автоматически берілетін болады. Мен артқа шыға салайын. Q-Game. Енді қараңыздар, біріншісінде бұл жақта не істейміз? Біріншісінде қалай монета табамыз? Бұл жақта да тоже реклама. 22 секунд дейді, бірақ та қазір жақта skip деген шығу керек. Міне бізді қазір ойынға лақтырады, и бұл жақта сіз рекорд жасау керексіз. Максимальный рекорд 16384. Міне жақта көрсетіліп тұр. Ортасында көріп тұрған шығасыздар, 256, 512, 1024, яғни каждый санға жеткен сайын сізге реклама көрсетіліп тұратын болады, содан кейін сізге очкоңызды көбейіп тұратын болады. Очко есептеледі ойынды бітірген ұтылғаннан кейін. Яғни қазір мен мысалы ұтылып қалсам, маған 256-ның очкосын беретін болады. Қазір тез ұтылып қалайын. Енді
әдейі ұтылайын десең ұтыламай қаласың ғой енді. Ұтылу деген қиын болып кетті енді. Ладно, жарайды достар, бұны қазір мен ұтылуым қазір бітпес, сондықтан негізі ұтылған кезде сізге сразу монета берілетін болады. Яғни өйстіп монета жинайсыздар, жинаған кейін аяқтан вывести ретінде шығарып аласыздар. Өздеріңіз көрсеңіздер болады, яғни бұны белгілі ютубер тексеріп кеткен, яғни бұл жақта реально ақшаны шығара аласыздар, сондықтан өздеріңіз көрсеңіздер болады. Сіздермен болған канал Ақша табу, сау саламатта болғанша.